Қаланың шет жағындағы ескі үйге Айдана мен оның күйеуі Данияр жаңа көшіп келген еді. Бағасы арзан болған соң ойланбастан сатып алды. Үй кішкентай болса да жылы, кең ауласы бар. Бірақ көршілердің бәрі сол үйге таңырқай қарайтын. Көшіп келген бірінші түн тыныш өтті. Бірақ екінші түннен бастап біртүрлі нәрселер бола бастады. Айдана ас үйден әлде бір сыбыр естіді. «Данияр, сен ба?» деді ол. Бірақ күйеуі ұйықтап жатқан. Түнгі сағат 3. Үстел үстіндегі стақан өздігінен сәл қозғалып, еденге құлап түсіп сынған. Келесі күні көрші апай кіріп келіп, «Қызым, бұл үйге бұрын бір жалғыз кісі тұрған. Ол үйін ешкімге бермей, соңында осы бөлмеде жан тапсырып кеткен. Сол кезден бері үй босап көрмеген. Кім көшіп келсе де көп тұрмай көшіп кетеді». Айдана басында сенген жоқ. Бірақ күн өткен сайын үйдің ішінде біреу жүргендей әсер күшейді. Кешке Данияр жұмыстан кеш келеді. Айдана жалғыз отырғанда еден сықырлап, дәлізде аяқ дыбысы естілетін. Кейде артынан салқын леп соғып өтетін. Айдана мен Данияр енді үйде жалғыз қалудан қорқатын болды. Түн сайын есіктің өзінен өзі ашылуы, шамның жыпылықтауы, дәліздегі баяу аяқ дыбыстары бәрі жүйкелерін жұқартты. Бір күні Данияр жұмыстан келгенде Айдана еденде отырған күйінде жылап отыр екен. «Болды, мен бұл үйде тұрмаймын» деді. «Біреу менің артымнан қарап тұрады, кейде демі тигендей болады». Данияр алғашында сенгісі келмеді, бірақ сол түні өзі де көрді. Түн ортасында бір сықыр естілді. Сосын жатын бөлмедегі айнада ақшыл тұман секілдес елес пайда болып, жаймен жойылып кетті. Сол сәттен бастап Данияр қорқынышын жасыра алмады. Ертеңіне таңертең көрші қарияға барды. «Ата, біздің үйде біртүрлі жағдайлар болып жатыр» деді. «Сіз білесіз бе бұл үйдің тарихын?» Қария ауыр күрсінді. «Бұл үйде кезінде бір қария өмір сүрген, жалғыз тұрған, көршілермен сөйлеспейтін. Айтуларынша, өлген соңда рухы осы жерде қалып қойған» дейді. Айдана мен Данияр көп ойланбай молда шақыруды шешті. Кешкісін молда да келді. Ақсақалдың жүзінде сабыр бар. Ол үйге кіре салысымен тоқтап қалды. «Бұл үйдің ауасы ауыр екен» деді ол. Молда Ясин сүресін оқи бастағанда шам өздігінен жыпылықтап, үстел үстіндегі гүл құлап түсті. Айдана қорыққаннан қолын Даниярдың иығына қойды. Молда оқуды тоқтатпады. «Қорықпаңдар, бұл рух тыныштық таппай жүр, бірақ ешкімге зияны тигізгісі жоқ». Оқып біткен соң үй іші салқындап, ауа жеңілдей түсті. «Енді үйде дұға қойып, әр жұма сайын Құран оқып тұрыңдар» деді молда. «Рухқа тыныштық керек». Сол түні бәрі бұрынғыдан өзгеше болды. Ешқандай дыбыс жоқ, тыныштық орнады. Молда кеткеннен кейін Айдана мен Данияр біраз тынышталып қалғандай болды. Бір-екі күн ешқандай оғаш жағдай болмады. Екеуі де іштей бәрі бітті деп сеніп, қалыпты өмірге орала бастаған. Бірақ үшінші түннен кейін бәрі қайта басталды. Тек бұл жолы одан да ауыр, суық және қорқынышты түрде. Түнгі сағат 2. Ас үй жақтан баяу сыңғыр естілді. Біреу кесе қозғағандай. Данияр оянып жарықты жақты. Үй іші тып-тыныш, бірақ шамның жарығы әлсін-әлсін қозғалып тұр. Кенет дәліз жақтан ауыр дем естілді. Адамның тынысындай. «Айдана, тұршы, тыңдашы» деді ол. Айдана көзі ашық, бірақ қозғала алмай қалды. Кеудесіне біреу отырып алғандай қысым сезілді. Ол тілі байланып қалғандай, тек көзінен жас ақты. Сол түні таң атқанша екеуі бір-бірінің қасында отырды, жарықты сөндірмей. Ертеңінде Данияр жұмыста әлде бір танысына айтып еді, ол молданың оқуы бәрін бірден кетірмейді, кейде ондай жерге экстрасенс шақырады деді. Бірнеше күннен кейін үйге орта жастағы әйел келді. Аты Сәуле. Ол үйге кіре салысымен тоқтап қалды. Бұл жерде адам өлімі болған.
Қалай білдіңіз, деді Айдана сасқалақтап. Мұнда ер адамның рухы тұр. Ол әлі кеткен жоқ. Өзін өзі өлтірген. Бірақ неге екенін ешкімге айтпаған. Сәуле үйдің әр бөлмесін аралап, қабырғаларға қолын қойып тұрды. Ас үй, деді ол. Міне осы жерде. Ол көзін жұмып, ауыр демалды. Ол осы жерде өмірінің соңғы сәтінде отырды. Ешкім тыңдамаған, ешкім қасында болмаған. Сондықтан жаны тыныштық таппай жүр. Айдана еріксіз жылап жіберді. Не істеуіміз керек? Оған дұға жеткіліксіз, деді Сәуле. Ол әлі сөйлескісі келеді. Біреу оның даусын естісін деп тілеп жүр. Түн. Экстрасенс Сәуле қайта үйге келді. Шамның жарығын сәл ғана қосып, қолына ескі медальон алды. Бұл медальонды осы үйдің иесі қалдырған шығар, деді ол. Оның аты Еркін болуы мүмкін. Сол сәтте бөлмедегі ауа салқындап, перде өздігінен тербеле бастады. Сәуле көзін жұмып, сыбырлай бастады. Еркін, егер сен осы үйде болсаң, біз сені естіп тұрмыз. Не айтқың келеді? Диванның арт жағынан баяу дыбыс шықты. Еден сықырлап, терезе өздігінен ашылды. Айдана қорыққаннан Даниярдың қолын қатты ұстап қалды. Бір сәтке бәрі үнсіз қалды. Сосын Сәуле баяу айтты. Ол өз өмірін қиюға мәжбүр болған. Қайғы мен жалғыздықтан әйелі кетіп қалған, баласы жоқ. Сол үшін рухы бұл үйде байланған. Келесі күні Сәуле, үйден кетпеңдер. Рух тыныштық тапқанша дұға оқыңдар. Әр таң сайын терезені ашып, біз сені естідік деп айтыңдар, деді. Айдана күн сайын солай істей бастады. Бір аптадан кейін таңертең терезеден жылы леп соғып, біртүрлі хош иіс сезілді. Балғын гүл иісі сияқты. Ол сол сәтте сезді. Біреу қош айтысып кеткендей. Содан бері үй тыныш. Кейде түнде алыстан еден сықыры естілгендей болады. Бірақ енді қорқыныш жоқ. Айдана сол дыбысты естіген сайын, жай ғана, тыныш бол, Еркін аға, біз енді сені ұмытпаймыз. Бірақ бір таңертең Айдана есік алдындағы жерге қараса, балшықтың үстінде бір ер адамның табанының ізі жатыр екен. Із тура есіктен аулаға қарай кетіп барады. Ол күлімсіреп жай ғана, демек ол кетіпті. Енді бұл үй тыныш, деді. Айлар өтті. Айдана мен Данияр үшін өмір біртіндеп қалпына келгендей болды. Үйде қорқынышты дыбыстар тоқтап, ауа да жеңілдеп қалған. Түнгі тыныштық қайта оралды. Бірақ өткеннің ізі бәрібір көңіл түбінде қалды. Көрші ауылдан келген адамдар бұл үйдің бұрынғы иесі Еркін туралы жиі әңгімелейтін. Ол жалғыз өмір сүріп, ешкіммен араласпаған, бірақ жүрегі мейірімді адам екен. Кейін әйелі басқа біреуге кетіп, өмірден түңілген. Сол түн оның соңғы түні болған екен. Сол сәттен бастап бұл үй бос қалмапты, ал рухы тыныштық таба алмай жүрген. Айдана бұл әңгімені естіген соң, Еркіннің қабірін іздеп тауып, барып Құран бағыштады. Күн жылы, аспан ашық еді. Топырақ үстінде гүл өскен. Ол гүлдің жапырағы Айдана келгенде жеңіл қозғалып, желсіз жерде сыбыр еткендей болды. Біз сені ұмытпаймыз, аға, деді Айдана. Үйің енді тыныш. Осыдан кейін ешқандай оғаш оқиға болған жоқ. Түнгі сықыр да, шамның жыпылықтауы да жоғалды. Үйдің іші жаңа өмір, жаңа тыныс толтырды.